Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 7 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 3-4 сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, бүгін біз ұлы дала табиғаты деген тақырыппен танысамыз. Ой түрткі, ұлы дала дегенді қалай түсінесің? Қазақ халқы неге өзін ұлы дала перзентімін деп айтады? Бірінші сұрақ, ұлы дала ұғымы баяғыдан бар ұғым. Дешті Қыпшақ деген сөз, Қыпшақтың даласы деген сөз. Ұлы дала ұғымына мынау Алтайдан Қара теңізге дейінгі даланы айтатын болған. Оның негізгі аумағы біздің қазақтың жері, біздің даламызда кен де болған, темір де болған, қолөнер де болған, бәрі болған. Ұлы дала мен көк аспан деп те айтуға болар еді. Кең дала біздің жеріміз. Осы жерде біз тұрып жатырмыз, өсіп жатырмыз, өркендеп жатырмыз, ұрпақ асырап жатырмыз. Осы жерде мемлекетімізді құрып, оның шаңырағын биік қылып, көк тудың астына жиналып жатырмыз. Ұлы дала перзенті сөзінің мағынасы. Мемлекет басшысы, біз ұлы даланың баласымыз. Ұлы дала көк аспан. Біздің бабаларымыз Тәңір деп жарық пен көк түсінігін ұмытпаған. Біздің көк туымыздың астары да осында. Біз ұлы даланың балаларымыз. Міне, осы тарихымыз бен жаңа брендті байланыстыра отырып, біз Қазақстанды жаңа Қазақстан ретінде тануымыз керек деген келесі ойды ортаға тастады. Осы орайда мемлекет басшысы ата-бабаларымыздан аманат мұра болып қалған Алтай мен Атырауды, Арқа мен Жетісудың арасында кейін көсіліп жатқан ұлан-ғайыр мемлекетіміздің ұлы дала елі атануына ерекше мазмұн, биік мағына беріп отыр. Оқушылар, бірінші және екінші тапсырманы аудио мәтінді тыңдау арқылы орындайсыздар. Білгенің дұрыс. Тілімізде тұмша деген сөз бар. Тұмша ластанған, тұман, түсі қоңыр сырлау келеді. Оның құрамына тұман мен өнеркәсіптер, автомобильдер, тұрмыстық химия бөліп шығаратын ластаушы зиянды заттардың қосындысы кіреді. Есте сақта, септік жалғау. Оқушылар, қазақ тілінде 7 септік бар. Атау септігі, ілік септігі, барыс септігі, табыс септігі, жатыс септігі, шығыс септігі және көмектес септігі. Үшінші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Өзің тұратын елді мекеннің суретін сал, содан кейін нақты деректермен дәлелдеп шағын мәтін құрастыр. Септік жалғауларын орфографиялық нормаға сай жаз. Қапшағай өңірі Алматы облысының оңтүстік орталық бөлігінде Қапшағай су қоймасының жағасында Алматыдан 70 км жерде орналасқан. Қапшағайда тұщы судың ірі қоймасының болуы себебінен ерекше микроклимат түзіледі. Бұл осы өңірдің флорасы мен фаунасының дамуына жағымды әсерін тигізеді. Қапшағайдағы туристер ең жиі баратын жер 1994 жылы арнайы итальяндық жоба бойынша салынған қалалық аквапарк. Бұл кешенде балаларға, сондай-ақ үлкен кісілерге арналған арнайы су аттракциондары бар. Жасанды су қоймасының жағалауында 150-ден астам демалыс базалары орналасқан. Бұл орындар және олардың ұсыныстары туристердің қалауы және жағдайы бойынша алуан түрлі болып келеді. Кейінгі жылдары Қапшағай су қоймасының демалыс базаларына әртүрлі іс-шаралар, би кештері, спорттық жарыстар, түрлі акциялар өткізу кеңінен таралып келеді. Келешекте Қапшағай қаласының аумағында жобалық атауы жаңа Іле болып келетін ірі туристік орталық және ойын-сауық қалашығының құрылысы жоспарлануда. Қапшағай қаласы 1970 жылы құрылды. Жалпы аумағы 3,6 мың км. Халық саны 46 мың адам. Алматы қаласынан 70 км жерде, Талдықорған қаласынан 209 км жерде орналасқан. Төртінші тапсырма, мәтінді оқы. Оқушылар, мәтіннің тақырыбы климаттық өзгерістердің зардаптары. Мәтінді толық оқып шығыңыз. Бесінші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Климаттық өзгерістің түрлерін анықтап, мәтіндегі деректер бойынша орын алған аймақтарды диаграммаға түсір. Климаттық өзгерістердің түрлері: ғаламдық жылыну, мұхиттың жылуы, жауын-шашын молдығы, күшті дауылдар, мұхит ағысының өзгеруі, жылу толқындарының жиілігі, аптаптық қуаңшылық, бұздықтардың еруі жатады.
6-шы тапсырма. Жазылым. Мәтіннен септік жалғауларын тауып, қай септікте тұрғанын анықта. Олар қандай қызмет атқарып тұр? Қоқыс, жауын. Атау септігі. Мұздықтардың егінді, ілік септігі. Өзгеруіне барыс. Ағаштарды, тамырды, табыс. Аймақтарда жатыс. Төмендеуінен, көтерілуінен шығыс септігінде тұр. Айтылым тапсырмасы. 7-ші тапсырма. Төменде берілген сұрақтардың төңірегінде пікірлесіңдер. Климаттық өзгерістердің басты себептері неде? Климаттық өзгеріс мерзімді модификациясы жер климатының өзгеруі нәтижесінде пайда болады. Атмосфера сонымен қатар атмосфера мен жер жүйесіндегі басқа геологиялық, химиялық, биологиялық және географиялық факторлардың өзара әрекеттесуі. Ормандарды жою дегенді қалай түсінесіздер? Оның климаттық өзгеріске әсері қандай? Орман кесудің негізгі себептерінің ішінде ең алдымен оның құрылыс материалы ретінде пайдалану мүмкіндігін атап өткен жөн. Сондай-ақ, ормандар көбінесе жерді ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді құру немесе пайдалану мақсатында кесіп тастайды. Орман тек ағашты және бұталы өсімдіктер мен шөптер ғана емес, сонымен бірге жүздеген түрлі тіршілік иелері. Орман кесу ең көп таралған экологиялық проблемалардың бірі. Биогеоценоз жүйесіндегі ағаштардың жойылуымен экологиялық тепе-теңдік бұзылады. Ормандардың бақылаусыз жойылуы келесі жағымсыз салдарға келеді. Флора мен фаунаның кейбір түрлері жоғалады. Түрлердің әртүрлілігі төмендейді. Көмірқышқыл газының мөлшері атмосферада көбейе бастайды. Жаһандық жылынудың әсері туралы. Топырақ эрозиясы жүреді. Бұл шөлдердің пайда болуына әкеледі. Жер асты суларының деңгейі жоғары жерлерде батпақтану басталады. 8-ші тапсырма. Ғаламтор материалдарын пайдаланып, әлемде болып жатқан климаттық өзгерістер туралы эссе жаз. Мұхиттардың жылынуы дауылдар мен тайфундардың пайда болуына ықпал етеді. Мұнымен қоса мұздықтардың еруі де су деңгейінің көтерілуіне әкеліп, табиғи катаклизмдердің тудырады. Нәтижесінде үйлер мен елді мекендер қиратылып, адам өлімі мен экологиялық шығындар болады. Көптеген аймақтарда су ресурстарының тапшылығы күшейіп, ауыл шаруашылығы құлдырайды. Шөлдер кеңейіп, егін егуге болатын жерлер азаяды. Бұл жағдай шиеленістерді арттырып, қақтығыстардың басталуына түрткі болуы мүмкін. Өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің 40%-на жойылу қаупі төнеді. Өйткені олар жаңа тіршілік ету ортасына бейімделуге үлгере алмай қалады. 2070 жылға қарай кейбір елдердің аумағы температураның көтерілуіне байланысты өмір сүру жарамсыз болып қалады. Бұл мемлекеттерге Катар, Сауд Арабиясы, Бахрейн, Біріккен Араб Әмірліктері және тағы да басқа кіреді. Мамандардың пікірінше, адамзат климаттық өзгерістерге толық тосқауыл қоя алмайды. Дегенмен бұл құбылыстың зардабын азайтуға мүмкіндік бар. Ол үшін баламалы энергетиканы дамытып, парниктік газдардың шығарылуларын шектеу керек. 9-ші тапсырма. Шығу парағын пайдаланып төмендегі сұрақтарға жазбаша жауап бер. Оқушылар, бүгінгі өткен тақырыпқа байланысты өз пікірлеріңізді жазуларыңыз қажет. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыздар.